Сәлеметсіздер. Менің есімім Қайролла Жанбота Ботаұлы. Мен Павлодар қаласы Павлодар технология колледжінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімімін. Және де сертификатталған АФК маманымын. Бүгін мен ерекше балаларға арналған жаттығуларды көрсетемін. Бұл жаттығулар балаларға ғана емес, дене шынықтыру пәнінің мұғалімдеріне, АФК және ЛФК нұсқаушыларына, сондай-ақ ата-аналарға өте пайдалы құрал бола алады. Бейнежазба ашық және қолжетімді түрде. Бірге дамып, денсаулықты жақсартайық. Келесі жаттығу арқа бұлшықеті мен бел бұлшықетіне арналған жаттығу. Бел асыл, қолымызды алға созамыз, аяғымызды бірге қосамыз. Баста. 1, 2, 3 сүреміз. Тағы да 1, 2, 3 сүреміз. Тағы да көтер аяқты. 1, 2, 3 сүреміз. Назар аударамыз. Егер де бала аяқты өзі қоса алмаса, оған көмектесеміз. Қане, жаттығуды тағы да бастаймыз. 1, 2, 3 сүреміз. Тағы да 1, 2, 3 сүреміз. Жаттығуды күніне 15 рет жасауға болады. Аяқтаймыз жаттығуды. Біздің келесі жаттығу арнайы тобыққа арналған жаттығулар. Қол белде. Аяғымызды бірге қосамыз, тобығымызды алға қарай созамыз да, кері өзімізге созамыз. Осылай бір қалыпты жасаймыз. 1, 2, 3, 4. Егер де бала аяғын алға қарай соза алмаса, онда оған өзіміз көмектесеміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу дәл осылай, бірақ кезектеп жасаймыз. 1, 2, 3, 4. Қане, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Өте жақсы. Келесі жаттығу ол оң аяқ пен сол аяқтың арасы ашылады, және де оң аяқ айналады. Айналдырып жасаймыз. Қане, 1, 2, 3, 4. Өте жақсы. Енді сол аяқпен 1, 2, 3, 4. Аяқтаймыз жаттығуды.